Саламатсыздар студенттер, Қазақстан тарихы сабағы бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын біз мемлекеттік әнұранмен бастаймыз. Қане барлықтарымыз орындарымыздан тұрып, мемлекеттік әнұранды зар заман ағымы туралы кім айтады үй тапсырмасы бойынша? Сіз үй тапсырмасын таппай көріңіз зар заман. Қысқаша айтып бере аласыз ба? Зар заман, зарлап өткен бір заман. Сөздің басы бисмилля, біз айтпалықсыз тыңдап. Мұсылманның тарихын, бұл дүниенің жарығы, бағыс кеткен жігіттің белінен алар зайыбы. Жақсы, рахмет. Салғыстарыңыз бар ма тағы да? Басқаны айта қойшы сіз кім? Даусыңызды шығарып. Зар заман, зарлап өткен бір заман. Сөздің басы бисмилля, мұсылманның тарихын, төрт аяқты хайуан, бетінен алар зайыбы. Айтатындарыңыз бар ма тағы да? Зар заман ағымдары туралы. Енді біз өткен тақырыппен бүгінгі тақырыптан екеуіміз салыстыратын болсақ, біз өткен жолы зар заман ағымдары туралы, яғни олар қандай да бір ертістері туралы айтқан болса, бүгінгі тақырыбымызда біз алаш қоғамдық ой және ұлттық идеяға тоқталамыз. Яғни бізде ең бірінші біз нені еске түсіреміз? Яғни 1917 жылы 5 және 13 желтоқсанда Алашорда үкіметін құрайды екен. Білесіздер, иә? Бізде Алашорда үкіметіне бізді мынау жаңағы үлкен Алашорда үкіметінде құрамында болған ғұламаларымыз. Яғни олардың ішінде өзімізде әдебиеттен кездесетін ақын жазушыларымыз бар оның ішінде. Яғни айта кететін болсақ, оның ішінде жаңағы өзіміздің оқу орнымыздың атына берілген Мұхамеджан Тынышбаев бар оның ішінде, Мұстафа Шоқай бар ішінде. Бер қараңыздар, яғни біз Алашорда үкіметінің негізгі атқаратын жаңағы жұмысы қандай? Яғни оған қарайтын болсаңыздар, яғни олар не істеді? Бейбіт жолмен орнатамыз деген негізгі жаңағы ұрандар болды. Яғни оның ең бірінші жаңағы Чернявкіде және Сырдариядан басқа облыстарға, оның ішінде Қазалыда, Түркістан сияқты ірі қалаларда болды. Енді яғни қоғыз сүргінге, яғни құрбандардың ішіндегі Алаш жұртының зиялыларына да біз жеке қысқаша тоқталып өтеміз. Кеше бізде тақырыпта, яғни бізде халықаралық жаңағы петициясының
маңызы, яғни петиция дегеніміз не? Яғни біз жаңағы осы Алаш Орда үкіметінде петиция деген сөзді негізгі ұстанымдарын алды. Яғни оның да жеке анықтамалары ретінде бар. Яғни петициялар беру, соның ішінде қарқалары петициясы 20 ғасырдың бас кезінде дейді, Қазақстанның саяси өміріндегі аса маңызды кезеңдердің бірі болды. Алаш партиясы, яғни құрылған жылы 1917 жылы шілде айында. Естен шығармаңыздар, иә? Одан кейін одақтастары жаңағы коллективтік партия баспасы ең алғашқы қазақ газеті. Яғни қазақ газетінің қай жылы шықты бізде? 1913 жылы 2 ақпанда жарияланды. Ал жаңағы қазақ газетінің жариялануы негізі бізде 1913-те болса, 20-шы жылдары естеді, яғни халықтың қолдарына таратыла бастады. Халықтардың негізгі құлағы, яғни хабаршысы ретінде қазақ газеті болып танылды. Одан кейін партия төрағасы кім болды? Өздеріңіз білетін Әлихан Бөкейханов болды. Штаб-пәтері қай жерде? Палатинскте болды. Міне Ахмет Байтұрсынов, Әлихан Бөкейханов және Міржақып Дулатов. Міне, яғни біздің жаңағы Алаш партиясының негізін ең басты жаңағы құрған тарихи тұлғалар. Енді бұл тақырып бойынша балдар естеріңізге түсіріп болсаңыздар, әдебиетпен өте пәнаралық байланыстамыз, бүйтіп қарасаңыздар. Ал енді бұның партияның тарихына тоқталатын болсақ, қазақ зиялылары қоғамдық сұранысқа сай партия құру әрекетін бірнеше орыс революциясында 1905 пен 1907 жылдары неғылды қолға алынды. 1905 жылы 6 тамызда мемлекеттік дума құру жөніндегі патша монархиясы басқа ұлттармен бірге неғылады? Қазақ еліне де депутат жаңағы ашып береді. Алаш партиясының облыс ұйымдары 1917 жылдың қазан айында қалыптаса бастады. Бөкейхановтың тікелей ұйымдастырушымен және басшылығымен шамамен қазанның 12 және 20 аралығында партияның облыстық ұйымдары салды. Енді 1917 жылы 21 қарашада қазақ газетіне Алаш партиясының бағдарламасының жобасы жарияланды. Яғни олар 10 бөлімнен тұрады екен. Көрдіңіздер ме? Бірінші, мемлекетті қалпы, жергілікті бостандық, негізгі құқық, дін ісі және билік, хан, соттарды осылардың барлығына, яғни газет бетіне жариялап отырды. Алашорда партиясы, бұны әдебиетте де көрсеңіздер өздеріңіз. Алашорда үкіметінің өмірге келуі тікелей себепші болған уақытша үкіметтің басқа да шет аймақтарына Қазақстанда ұлт өміріне қатысты ең өзекті мәселелерді шеше алмаған әлжуаз, тұрақсыз саяси билікке айналуы. Оның арты бүкіл империясын қаптаған анархия, зорлық-зомбылыққа ұласу еді. Бұл мәселені қарағанды жалпы қазақ-қырғыз съезі 1917 жылы 5 желтоқсанда Орынбор қаласында ашылған екен. Оған барлық қазақ облыстарынан сондай-ақ тыс жерлерде тұратын Алтай губерниясы мен Самарқан облысы қазақтарының және Жетісу облысы қырғыздарының барлығы 82 өкіл қатысады екен. Съездің күн тәртібінде тұрған ең негізгі мәселе әрине ұлттық автономия мәселесі. Бір болғандықтан өз алдына ұлттық жерлі автономия құрылды. Қазақ-қырғыз арасында тұрған аз халықтардың құқықтары неғылады? Кеңейтіледі екен. Алаш автономиясына кірген ұлттардың бәрі бүкіл мекемелерге санына қарай алады екен. Қазақ-қырғыз автономиясының жер үстіндегі жаңа түгісуі дейді, астындағы кені Алаш мүлкі болды. Енді балдар,
міне сіздер бүгін жаңағы біршама тақырыпқа байланысты өздеріңізге Алашорда жаңағы үкіметіне және ол қай уақытта құрылды, оның қысқаша тарихына, яғни өздеріңізге мәлімет алдыңыздар, иә? Енді бүгінгі тақырыпқа тағы да біз бейнероликке көз тастайық. Тақырыптан шығушы біз қазақтардың байырғы жердің қашан өз бетінше ғылым мен техникаға сүйеніп, толық игермейінше жер жекеменшікке де жаңағы басқа енді қоныстанушыларға да берілген жоқ деп кім айтады бізде? Әлихан Бөкейханов айтады, иә? Яғни сіздердің ойларыңызша, яғни бүгінгі тақырыпқа байланысты, сіздердің бұл тақырыппен келісесіздер ме, әлде жоқ келіспейсіздер ме? Қалай ойлайсыздар? Жер жекеменшікке алынбайынша ол ешкімге тиесілі емес. Келісесіздер ме? Келіспейсіздер ме? Келісесіздер, өйткені Алаш қозғалысының идеяларына Әлихан Бөкейханның еңбектерінде сіздер міне өздеріңіздің Қазақ газеті 1913 жылы екінші ақпанда шыққан газет. Яғни газет ең алғашқы басында қай тілде шықты? Араб тілінде шықты. Мен не істедім оны? Қазақ тіліне, одан кейін барып орыс тілінде баспаға жарияланып отырды. Алаш қоғам қайраткерлері туралы өздеріңіз әдебиетке сүйене отырып, осы бүгінгі тақырыпқа байланысты өздеріңіздің ойларыңызды жазсаңыздар болады. Мысалы үшін білесіздер, Ахмет Байтұрсынов Алаш қоғам қайраткері, әдебиеттанушы, жаңағы жазушы ретінде біздерге танылды, дұрыс па? Яғни Ахмет Байтұрсыновтың жаңағы туылғанына 150 жылдығын атап өткен, қыркүйек айында, міне Ахмет Байтұрсынов бар, оның ішінде Әлихан Бөкейханов, болмаса жаңағы Мұхамеджан Тынышпайұлы, тарихшы, жаңағы Алашорда қоғам қайраткері ішіндегі жаңағы Алаш партиясының мүшесі болған. Яғни осындай тарихи тұлғаларға өздеріңіздің қысқаша шығармаларыңыз бүгінгі сабақтың тақырыбына байланысты өздеріңізге шығармашылық тапсырма ретінде. Яғни шығармашылық тапсырмаға 5 минут уақыт беріледі. Өздеріңіздің ой өрістеріңізді бүгінгі сабақтан алған әсерлеріңізге байланысты жазып берсеңіздер болады. Бірінші сұраққа келетін болсақ, мына жерде Алаш партиясының бағдарламасы қанша бөлімнен тұрды? 14 бөлімнен тұрды дедім сіздерге. 1917 жылы 21-26 шілде аралығында бірінші жалпы қазақ съезінде қарастырылған мәселе қандай болды бұл жерде? Қазақ облысының автономиясы, жер мәселесі, Алаш саяси партиясын құру, болмаса құрылтай жиналысына дайындық. Яғни осылар ішінде қайсысы келді? Қазақ облыс автономиясы. Ара ұяшығы арқылы дискриптор әдісін пайдалана отырып, сіздерге кім жаңағы жинақтау арқылы әдісі дискрипторның сұрақтарын қарастырамыз. Кәне, Алаш қайраткерлері Қарқара жәрмеңкесінің петициясында қозғалған мәселені жинақтайды. Қалаған тұлғаны таңдап алады, қалаған мәселені таңдап алады және өз пікірін ұстанады. Яғни қайда, қашан, кім, не деген сұрақтар жауап арқылы жаңағы сұраққа жауап береміз. Ал екінші тапсырма бойынша бізде Сократтың тәсілі. Ойлан, Алаш қайраткерлері неліктен бастауыш сыныптарда қазақ балаларын ана тілде оқыту талабын қойды? Қажет дейді. Яғни петицияда тіл мәселесін көрсетуіне не себеп болды? Білесіздер, петиция деген сөздің өзін жаңағы Алаш қоғам қайраткерлері мектептің қабырғасына дейін іргізіп қойды. Өйткені ол ұлтшылдық деген мағынаны білдірген. Тұрсыздар ма? Яғни ол әрқайсысы өзінің ұлтына қарай не істеу керек? Сөйлеу керек деген мағынаны білдірді. Ал енді сабақтың соңына келетін болсақ, рефлексия жазуды ұмытпаңыздар. Міне, яғни бүгінгі тақырыбымыздағы алған әсерлеріміз туралы жазсаңыздар, үй тапсырмасы ретінде жаңа сіздерге. Енді бүгінгі сабаққа түсінбеген сұрақтарыңыз бар ма? Маған айтатын қоятын сұрақтарыңыз бар ма? Қай жерден түсінбедіңіздер?
қандай мәлімет сіздерге жеткіліксіз болды? Или болмаса өздеріңіздің алып қосар ойларыңыз болса, ол туралы. Қане Тарсынхан, өзіңіз айта алыңыз. Алаш партиясы біз үшін көптеген жақсылықтар мен көптеген жерлерімізді қорғап қалды. Мысалға айтар болсам, Тұрар Рысқұлов біздің мысалы орталық Қазақстан мен солтүстік Қазақстандағы жерлерімізді Ресей Федерациясы басқа елдерге бермекші болған кезде Тұрар Рысқұлов Сталиннің алдына барып өзінің осы жерді біздікі екенін дәлелдеп берген кезде Сталиннің өзі таңырқай қараған. Тұрар Рысқұловқа Сталиннің өзі оң қолын болуға келісім берген кезде ол бас тартқан. Мен өз елім үшін, өз елімде көптеген жақсылықтар жасауым керек деп. Сондықтан бұл сақтап қалған еді. Алаш партиясының адамдарды біз ұмытпаймыз, өйткені ол жердегі әрбір адам біз үшін өте маңызды. Сол себепті олардың бар арманы тәуелсіздік болды. Мысалы, осы зар заман өлеңінде тура солған айтылған десем де болады. Дұрыс айтасыз, иә? Жақсы, яғни бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Барлықтарыңызға көп рахмет. Келесі сабақта қайта жүздескенше, иә? Сау болыңыздар.